Ақша жетпейді деп шағымдануды қойыңыз. Үшінші бас тартқаным шағымдануға құмар адамдардан аулақ болуы. Себебі сөздің қуаты берекені қашыратынын анық түсіндім. Айналадан, жаңалықтардан ақша жоқ, бәрі қымбаттап кетті, жетпей жатыр дегенді жиі еститінмін. Сіздер де естіп жүрген боларсыздар. Сол адамдардың қанша курсқа қатысса да, қанша қымбат курс алса да өзгергенін байқаған жоқпын. Біз не нәрсені көп айтсақ, соны өмірімізге шақырады екенбіз. Шағымданған сайын берекенің қашатынын, қолдағы бардың жұғымы болмайтынын түсіндім. Қазір Аллаға шүкір, барымды бағалап, қолымдағы азғантай нәрсенің өзіне алғыс айтуды әдетке айналдырдым. Күніне 500 теңге түссе де, 5000 теңге түссе де, оған ризашылықпен қарауды үйрендім. Білесіздер ме, ризашылық бар жерде қолыңыздағы тиынның да берекесі артып, күтпеген жерде мүмкіндіктер келе бастайды. Ақша ол энергия, ол бізге қажет. Бірақ оған табынып кетпеуіміз абзал. Бүгін өміріңіздегі бар нәрсеге шүкір деп пікірге жазып қойыңызшы. Сөзді түзесек, өмірімізде түзеледі. Шағымды тоқтатып, шүкірді арттырсақ, көзіміз бұрын көрмеген жаңа мүмкіндіктерді көре бастайды. Ал сіз жаңа мүмкіндікке, сәттілікке, жетістікке, Алланың берер барлық ризығына лайықсыз.